Маңғыстау облысында қуаңшылық салдарынан 3 айда 1400 бас мал қырылып қалды. Облыста 5000-ға жуық, ал биыл 3 айда 1400-ге жуық мал шығынға ұшыраған. Ал 3 жыл қатарынан болған қуаңшылық Атырау облысының егіншілері мен малшыларын теңсетті. Биыл ауа райы мал баққан шаруаға оңайға соқпайын деп тұр. Оңтүстікте шаруаларды қуаңшылық алаңдатады. Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғындарын қуаңшылық қыспақ қалды. Қазақ ертеден бастап ауыл шаруашылық, атап айтқанда мал және егін шаруашылығымен айналысып келеді. Ұлан байтақ жерімізде соған лайықты болып, бір көзбен қарағанда табиғат тарапынан бар мүмкіндік жасалған. Ал осы табиғи байлықты атқамінерлер қалай пайдаланды? Шаруаларға қажетті жағдай жасады ма? Осы тақырып төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Арма алашырты, назарларыңызда қара жәшік, біз бастаймыз. Әлемді жаулап алған індеттен күнде адам қырылып жатса, соңғы айда вирустан емес, дұрыс ұйымдастырылмаған дайындықтың болмауынан малды қырыла бастаған. Еліміздің бірқатар өңірлерінде қуаңшылық болып, малдың азығы жем, шөп жетпей жатыр. Өзендердегі су деңгейі де төмендеп, бірқатар қиыншылық туғызып тұр. Шаруалар жылда еңбектеніп, малды өсіріп келген. Қой мен сиыр, жылқы мен түйе арқасында ірі қалалар қажетті азық-түлікпен толық болмаса да қамтамасыз етілді. Қазағыма да жұмыс болды. Енді қуаңшылық әсерінен мүлкінен айырылған шаруалар қайтпек. Сонда еңбек етіп жүрген жұмысшылар да жұмыссыз қалады деген сөз емес пе? Неліктен кезекті рет қарапайым халық кейін кезеңде болғанда билік шетте қалып көмектерін аяп отыр. Қазақстан негізінен толық аграрлы мемлекет болуына жоғарыда айтылғандай табиғи жағдай баршылық. Қазағым болса, ауыл шаруашылықпен айналысу жат дүние емес. Билікке тек қажетті жағдай жасап, көмек көрсету керек. Тәуелсіздік алғалы үкімет ауыл шаруашылық саласына қатысты оңдаған мемлекеттік бағдарламалар жасап іске асырған. Осыған сәйкес миллиардтаған ақшада бөлінді. Бірақ олардың нәтижесін бүгінгі таңда байқау аса қиын болып тұр. Ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз етуден бастап, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету мен мектеп оқушыларының білім деңгейін арттыру секілді мәселелер әлі де өзекті. Ауылға қатысты мәселелерді тізбектеп айта берсек, біраз уақыт кететін шығар. Жақсы, ауылдың гүлденуіне тікелей қатысы бар әлеуметтік экономикалық мәселелер жөнінде бөлек сөз қозғап, арнайы шығарылымда айтатын боламыз. Дәл қазір биліктің шаруаларға жылда бөлінетін субсидиялардың көлемі жөнінде сөз етсек. Жылда бөлінетін қаржы көлемі артып келе жатқанын анық байқауға болады. 2015 жылы 152 миллиард теңге, 2016 жылы 220,2 миллиард теңге, 2017 жылы 260,4 миллиард теңге, 2018 жылы 226,1 миллиард теңге, 2019 жылы 324,5 миллиард теңге және 2020 жылы 349 миллиард теңге. Бірақ осы субсидиялардан бөлек, жалпы осы салаға жылда мемлекеттік бюджеттен қосымша миллиардтаған қаржы жұмсалады. Сонда неге нәтижесін көрмей жатырмыз? Демек, қаржының бір бөлігі жемқорлық әсерінен талан-таржыға түсіп жатса, басқа бөлігі шаруаларға әділетсіз не дұрыс емес бөлістіріліп жатыр. Қорытындылай келгенде, мемлекет басшы жуырда ауыл шаруашылық министрін орнынан босатқанынан салада аса өзгерістер күтудің қажет жоқ. Себебі толық жүйе өзгеруі керек. Бірақ жүйені білікті өз ауылдан шығып, мәселелерді жетік білетін маман иесі ғана өзгерте алады. Сонымен қатар, кешенді жұмыстар атқарылып, осы салаға республикалық деңгейден бастап, аймақтағы мамандарға дейін қызметкерлердің кәсіби деңгейі анықталып, біраз өзгерістерді қажет етеді. Ал қуаңшылық туралы ақпаратты алдын ала білген шенеуніктер мал қырылып қалу мүмкін екенін жоспарлай алмағандар да лауазымдарына қарамай жазаға тартылуы шарт. Ковидпен күресе алмаған үкімет қуаңшылық әсерімен арпаласып, шаруаларға толық қажетті көлемдегі көмекті көрсете алатынына күмәнданамын. Дегенмен, Асқар Мамин бастаған топ өңірлерге шығып, ірі ғана емес, ұсақ шаруалармен де көзбе-көз кездесіп, нақты әрекеттер жасаулары хақ. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіруіңізді ұмытпаңыздар.